Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Students Book'тың 19-20 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Ең алдымен каналға тіркеліп, видеоны бағалап, лайк басып, және де сұрақтарың болып жатса, комментарийға жазып кетсеңдер болады. Ендеше тапсырмаларды орындауға кірісейік. Exercise 1, бірінші том. Read the model text and choose a correct photo of Matthew from A and B дейді. Яғни мынау тексті оқы дейді, яғни мәттің Дильназға жазған хаты, осы хатты оқып, қай суретке сәйкес келетіндігін тап дейді. Ендеше хатты оқиық. My name is Matthew and I'm 11 years old. Менің есімім Мэтт, және мен 11 жастамын дейді. I'm from Newcastle in England. Мен Англияданмын дейді. I like music and my favorite bands are Alabama Shakes and the Django дейді. Мен музыка тыңдауды ұнатамын, және менің сүйікті музыкалық тобым бұл Alabama Shakes and Django дейді. I also like films and football. Мен сонымен қатар фильмдерді және футбол ойнағанды ұнатамын дейді. I'm a Newcastle United fan. Мен Newcastle United деген группаның фанатымын дейді. They are great team. Олар өте керемет группа дейді. Where are you from? Сен қайдансың дейді. Яғни Дильназға арналған хат, Дильназға айтып тұр. Сен қайдансың дейді. Is your English good? Сенің ағылшының жақсы ма дейді. Are you interested in music? Сен музыкаға қызығасың ба дейді. Please write soon. Matthew show дейді. Яғни жауабыңды күтемін дейді. Яғни бұл жерде ол теннис ойнау жайында айтпаған. Бұл жерде футбол ойнап жатыр. Мына суретте, яғни футбол. Осы A суретін таңдаймыз. Сонда жауап A болады. Келесі екінші тапсырма. Complete the key phrases. Then look at the model text and check your answers дейді. Яғни бос орындарды толықтыр дейді. Содан соң текстке қарап өзіңнің жауабыңды тексерсең болады дейді. Бұл жерде бірінші I like music, яғни мына текстің ішінде осы сөз тіркестері бар. I also like films and football. I'm Newcastle United fan. Are you interested in music? Please write soon. Яғни мына сөздердің бәрі мынау хаттың ішінде жазылған. Келесі үшінші тапсырма. Language point capital letters. Exercise 3. Find words in the text that start with capital letters. Match the words to descriptions 1 till 6. Текстің ішінен мына жауап, яғни осы берілген сұрақ секілді нелерге жауап бер дейді. Яғни the name of a person дейді. Ол бізде Matt, адамның есімі дейді. Мына хатқа байланысты жауап береміз. Келесі a name of a country. Елдің аты дейді, яғни England. The name of a team. Группаның аты, яғни группаның аты бізде Newcastle United. The name of a city. Қаланың аты Newcastle. Бесінші the name of a language of or nationality. Тілдің немесе ұлттың аты дейді. English, яғни ағылшындар жайында айтқан. The first word of a sentence. Бірінші сөйлем дейді. Сөйлемдегі сөз дейді. My name is деп басталады. Осыны жазамыз. Яғни келесі төртінші rewrite the paragraph from Dilnaz include capital letters дейді. Яғни бұл жерде мынау нені дұрыста дейді. Дұрыс емес сөйлемді дұрыста дейді. Яғни бұл жерде барлық кішкентай әріппен жазылған. Және де соны дұрыстауымыз керек. Яғни сөйлем бізде бас әріппен басталады. Сондықтан Hi Matthew деп дұрыстаймыз. Сосын I'm 12 years old and I'm from Pavlodar in Kazakhstan дейді. Осылай дұрыстап шығамыз. Келесі нүктеден кейінгі сөздердің барлығын басын үлкен әріппен жазып шығамыз. Яғни мынау секілді етіп. Келесі бесінші тапсырма. Activate, follow the steps in the writing guide дейді. Яғни мына A-дан D-ға дейінгі берілген нұсқаулықты пайдаланып, бұл жерде хат жаз дейді. Мысалға бірінші task A, бірінші бөлімде A-де write an email to an internet friend. Яғни интернеттегі досыңа арнап хат жаз дейді. Give information about you and ask for information. Өзің жайлы ақпарат беріп, одан соң ол жайында сұра дейді. B, think and plan дейді. Мына сұрақтарға жауап берсең болады дейді. Сол хаттың ішінде дейді. C, write дейді. Write your email, include these things, greeting, hi, information about you and your interests, questions дейді. Яғни
хатыңның басын hi сәлеммен баста, және my name is менің есімім деп баста дейді, және де where are you from сұрақ қойсаң болады дейді. Мен мысал ретінде келтірдім, hi ажар дедім. Мына ажар деген сөздің орнына қызылмен белгілеп қоямын. Осы қызылмен жазылған сөздің орнына өздеріңнің достарының есімін жазасыңдар. My name is Гүлдана. Менің есімім Гүлдана дейді. Яғни Гүлдана деген сөздің орнына өздерінің есімдерін жазасыңдар. And I'm 11 years old. Мен 11 жастамын. Яғни мына 11-нің орнына өздерінің жастарыңды жазасыңдар. I'm Алматы in Kazakhstan. Мына жерге өздерінің тұратын қалаларын жазасыңдар. I'm Алматы in Kazakhstan. Мен Қазақстандағы Алматыда тұрамын дейді. I like listen to music and watch Turkish serials. Яғни мен музыка тыңдағанды және турецкий сериалдарды көрген ұнатамын дейді. Яғни осы қызылмен жазылған жердің орнына өздерінің сүйікті істерін жазасыңдар, немесе кітап оқуды жазасыңдар. Келесі where are you from? Сен қайдансың деп сұрақ қойдым. Уже мен ажарға. Are you interested in music? Сен музыкаға қызығасың ба деп жаздым. Және please write soon. Жауабыңды күтемін Гүлдана. Яғни Гүлданадан деп жаздым. Бұл жерге өздерінің есімдерін жазасыңдар. Осымен бүгінгі 19-шы тапсырма, беттің тапсырмалары аяқталды. Енді 20-шы бетке көшеміз. Creativity and skills. My country in sports. I can understand the text about sports in Kazakhstan. Яғни бұл бөлімде біз спорт жайында айтамыз. Exercise 1. Which of these words are similar in your language? Can you guess their meanings? Use a dictionary to check your answers. дейді. Яғни бұл жерде осы сөздерді пайдаланып өздеріңнің Қазақстандағы дамыған спорт түрлерін жазсаң болады дейді. Жауап береміз. The following words are similar in Kazakh: football, boxing, judo, tennis, hockey, golf and gymnastics. Келесі екінші жаттығу. Read and listen to the texts, answer the questions дейді. Тексті оқы дейді, яғни мына тексті, содан соң тыңда дейді. Және де мына сұрақтарға жауап бер дейді. Жауап берейік. Бірінші сұрақ, how old is Талғат? Талғат қанша жаста дейді, яғни ол 12 жаста. 12, Екінші, what is Талғат's favorite sport? Талғаттың сүйікті спорты қандай дейді. Horse riding, яғни жылқы тебу дейміз ба, қалай, жылқының үстінде ойнау ма, қалай, солай, жылқы общем. Үшінші, who thinks Астана is the best city? Астана өте керемет қала деп кім ойлайды дейді, яғни Энжу. Текст айтылған Энжудің ойынша Астана бұл өте керемет қала деген. Who are Алтай and Ерен? Алтай және Ерен дегендер кімдер дейді. Олар Энжу's cousins, яғни Энжудің туыстары. Келесі, where is Гүлмира from? Гүлмира қай жақтан дейді. Ол Алматыдан, яғни Алматы. What club is Гүлмира in? Гүлмира қандай клубқа барады, яғни қандай үйірмеге барады дейді. The judo club, яғни дзюдоға барады екен ол. Келесі үшінші тапсырма. Жазып аламыз. Үшінші тапсырма енді бізде. Exercise 3. Look at the words in blue in the text and choose the correct words to complete the rules. Мына тексттің ішінде көкпен жазылған сөздерге назар аудар дейді. Және де мына жерде ереженің ішіндегі екі қарамен жазылған сөздің бірін таңдау керек. Бірінші жазамыз. We use these, that, these and those to point to people and things. Екінші, this and that are singular, these and those are plural. We use these and these for people and things which are near us. We use that and those for the things which aren't near. Яғни мына сөздерді қатарымен белгілеп шығамыз. Біріншісінде point to, екіншісінде singular, келесі сөйлемде plural белгілейміз. Үштің біріншісінде are-ды белгілейміз, екіншісінде aren't-ды белгілейміз. Келесі төртінші тапсырма. Exercise 4. Complete the sentences with these, that, these or those. Яғни мына this, that, these, those сөздерін мына бос орынға толықтырып жазуымыз керек сәйкес етіп. Бұл жерде бірінші сөйлем. Come here and look at this photo. Маған қарай бері кел және мына суретке қара дейді. Екінші, who are those people over there? Мына айналадағы адамдар кімдер дейді. I'm Бану and these are my sisters Ару and Дана. Мен Банумын және мыналар, яғни Ару мен Дана менің әпкелерім дейді. Whose is that bike over there? Анау тұрған мотоцикл кімдікі дейді.
Бесінші, this exercise is very easy. Мына жаттығу өте оңай дейді. Келесі бесінші тапсырма, we use exclamations to express a strong emotion about something. Look at the examples from the text and complete the table with these words. Яғни мына бос орындарды мына сөздер арқылы толықтыр дейді. Бұл жерде бізде лепті сөйлем, яғни көңіл күйді білдіретін сөздер. What a beautiful horse дейді. Қандай керемет жылқы дейді. Келесі, what a great photo. Қандай керемет сурет дейді. Өте жақсы дейді. What an interesting sport. Бұл өте қандай керемет спорт дейді. Мына жерде біз what сөзін жазамыз және немесе and қоямыз мына жерге. Келесі, adjective, noun. Яғни бұл бізде қысқаша ереже болып келеді. What сөзін қоямыз және артикль қойылады. Содан соң adjective, сын есім қойылады. Ол төртінші бізде зат есім қойылады. Осылай толықтырып шығамыз. Келесі 6-шы жаттығу. Work in pairs, write the names of a person, a place, and a sport that you like. Then make exclamations using what, a, or an, and a suitable adjective. Яғни 6-шы тапсырмада біз спорттық бір танымал адамды жазуымыз керек. Яғни мына жерде Самат Смаков деп жазыпты. Келесі, оны сипаттауымыз керек. Қандай адам екен, яғни лепті сөйлем арқылы. What a great footballer. Қандай керемет футболшы дейді. Мысал ретінде мен жаздым. Геннадий Головкин дедім. What an excellent professional boxer. Яғни қандай керемет профессионалды боксшы деп жаздым. Бұны көшіріп алу міндетті емес. Мына жерге өздерің ұнататын немесе қалаған спортшыларыңды жазып, оны астына сипаттасаңдар болады. Осымен біздің бүгінгі Students Book'қа талдау түсіндірме сабағы аяқталды. Оқушыларым, сау болыңдар.